Салем алейкум, давайте бүгін осындай окуна жасайтын боламын. Бүгін настроением осындай болып тұр, кәдімгі давно хотела істеуге. Давайте бүгін істеп көретін боламыз. Кстати, мен шашымды жуып уже келіп тұрдым. Қазір енді тарап, спрей себеміз. Жалып ұзақ қосып қойдым. Қазір спрейканы жасайтын боламыз. Қызғанша шашыма термозащитамен масло жағып қоямын. Осылай қолыма құйып аламын. Потом барып шашымды жағып шығамын. Сонда, мне кажется, термозащита прям ровно істеледі секілді. Если ты любишь меня, скажи мне. Ортасынан қақып бөлеміз. Если честно, мен прическаны бір секунд едім, плойкамен, дуэтомен секунд ем. Және де осындай таңшамен масласын қолданамыз. Чтобы болды, тоже термозащита сияқты. Бұл жақты шашты жылтырады. Әдемі тұрады. Сонда кішкентай ғана капелька. Көбісі шашын жырына көреді. И так менің шашым тез моялатын шаш. Сондықтан да оған көп масло керек емес. Біз төбеге екі бөлмесе, мне кажется, шықпайды. Короче, төбесін бір салым. Енді астыңғы бөлікті осы бөліп істеп көреміз, короче. Ал көріп мынау қызды бір ресейге отыр. Типа, қайшы секунд тұру керек негізі. Прикольно. Енді оны бәрін қайсып шығатын боламын. Вуаля, бір жағын істедім. Давайте енді екі жағын істейік. Вот, екі жағын істеп болдым. Вот, осылай шықты. Енді қазір төбесінен алып істейтін боламыз. Төбесін. Мына жақтыға беріп айтын боламыз, тоже самое. Артына қысып қойдым осылай. Енді беті болғаннан кейін енді аккуратно істеу керек маған. Мен асып баратырмын, енді шығуға тозақ мүмкін қалды. Әлім істеп жатырмын. Сіңгірімнен масло мақтап жатыр. Айтшы комментарийінде қандай екен. И сізді күшті дейді, шашым жылтырап жатыр дейді. Реально тема маслоның ескі күшті алыңдар. Каспида 3 теңгеге тұрады максимум. Маған істейінде еші уже нервтарым кетіп жатыр. 5 ақын дұрысы. Кетер. Кетер. Ne var sen? Ya. Қандай беріп шыққан бірақ? Мен бүйтіп алып жүрдім. Сөйтіп алмайсың бүйтіп. Рабиғым күшті береді екен, иә? Прям қараңдаршы. Короче, осындай шықты. Давайте енді киімді ауыстырайық. Қыздар қараңдар, осындай прическа шықты. Как вам, маған жараса ма? Комментарий кетіңдер. Всем пока!